Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз сендерменен жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіріп үйренеміз. Ол үшін біз сендермен мынандай бөлшектерді қарастырайық. Үштен 2 және 5-тен 4. Осы екі бөлшекті ортақ бөлімге келтіру керек. Біз мына бөлімдеріне көңіл аударамыз, бөлімдерін қараймыз. 3 пен 5 олар өзара жай сандар. Неге? Себебі 3 бізде бөлінеді 1-ге және 3-ке. Ал 5 бөлінеді 1-ге және 5-ке. Бұлардың бірден басқа ортақ бөлгіштері жоқ. Сол себепті 3 пен 5 өзара жай сандар. Егер бөліміндегі екі сан өзара жай сан болса, олар бір-біріне тоқтауыш көбейткіш болады. Бірінші бөлшек үшін тоқтауыш көбейткіш 5, екінші бөлшек үшін тоқтауыш көбейткіш 3 болады. Бөлшектің негізгі қасиетін қолданып, біз алымын да, бөлімін де осы тоқтауыш көбейткішке көбейтеміз. Сонда 5-ті 2-ге көбейткенде болады 10, 5-ті 3-ке көбейткенде болады 15. 4-ті 3-ке көбейткенде болады 12, 3-ті 5-ке көбейткенде болады 15. Мінекей, біз мына екі бөлшекті ортақ бөлімге келтірдік. Бірдей бөлім. Ол 15 деген сан. Келесі мысалды қарастырайық. 12-ден 7 және 4-тен 3 деген бөлшек берді. 4-тен 3. Осы екі бөлшекті ортақ бөлімге келтірейік. 12 мен 4 өзара жай сан емес. Бірінші тәсіл жарамайды бұл жерде. Сол себепті екінші тәсілді қолданамыз. Ол үшін 12-ні 4-ке бөлейік. 12 үлкен бөлім, оны бөлеміз 4-ке. 12-ні 4-ке бөлсек болады 3. Яғни мына жерде 4-тің орнына 4-ті 12 қылу үшін біз алымын да бөлімін де 3-ке көбейтуіміз керек. Ал бірінші бөлшек үшін тоқтауыш көбейткіштің қажеті жоқ. Сонымен бірінші бөлшекті біз көшіріп жазамыз. 3-ті көбейтеміз 3-ке болады 9. 3-ті көбейтеміз 4-ке болады 12. Біз 12 деген ортақ бөлімге келтірдік. Тағы бір мысал қарастырайық. 8-ден 5 және 6-дан 4. Ортақ бөлімге келтіру үшін біз бөлімдермен жұмыс істейміз. Алымдары бізге қажеті жоқ алымдарының. Сонымен 8 бенен 6 өзара жай сан емес, себебі 8 бөлінеді 2-ге, 6 да 2-ге бөлінеді. Яғни бірден басқа олардың бөлгіштері бар. Екінші тәсіл бойынша үлкен бөлім 8 бізге 6-ға бөлінбейді. Сол себепті біз 6 менен 8-дің ең кіші ортақ еселігін іздейміз. Оны тәсілді біз сендермен білеміз. 6 мен 8-ді жазып аламыз. Мынандай түзу таяқшаны сызамыз. Енді 6 мен 8 ең кіші жай санға бөлеміз. Ең кіші жай сан бізде 2. 2-ге бөліне ме? Иә, бөлінеді. 8-ді 2-ге бөлгенде 4. 4-ті 8-дің астына жазамыз. 6-ны 2-ге бөлгенде болады 3. 4 пен 3 қандай санға бөлінеді екеуі? Тек 1-ге бөлінеді. Енді 8-ді көбейтуге 3-ге көбейтуге болады. Немесе 4-ті 6-ға көбейтуге болады. Яғни ортақ бөлім бізде 8-ді 3-ге көбейтсек те, 4-ті 6-ға көбейтсек те 24 болады. Яғни 8-ден 24-ті жасау үшін бізге тоқтауыш көбейткіш 3 деп жазу керек. Мына жерге 3-ке көбейту керек. 6-ны көбейту керек 4-ке. Сонда 3-ті 5-ке көбейткенде 15, 8-ді 3-ке көбейткенде 24 болады. 4-ті 4-ке көбейткенде 16,
4-ті 6-ға көбейткенде 24. Мінеки біз сендерменен ортақ бөлімге келтірдік. Яғни, мынау бізде егер бөлімдерінде өзара жай сандар тұрса, олар бір-біріне тоқтауыш көбейткіш болады. Бұл бізде бірінші тәсіл. Мынау бізде бірінші тәсіл. Егер бөлімдеріндегі сандар өзара жай сан болмаса, онда үлкен бөлімді бөліп көреміз кіші бөлімге. Бөлінсе, онда үлкен бөлім бізде ортақ бөлім болады. Бұл бізде екінші тәсіл. Және үшінші тәсіл ортақ бөлімге келтіру. Тағы да бөлімдерін қарастырамыз. 8 пен 6 өзара жай сан емес. 8 6-ға бөлінбейді. Яғни бірінші де екінші де тәсіл бұл жерге келмейді. Сол себепті 8 пен 6-ның ең кіші ортақ еселігін іздейміз. Іздеу тәсілін біз сендермен білеміз. Бұл бізде үшінші тәсіл. Тағы мысалдар қарастырып көрейік. 25-тен 2 және 5-тен 4. 5-тен 4. Осы екі бөлшекті ортақ бөлімге келтіру керек. Енді 25 пенен 5 олар өзара жай сан емес. Бірінші тәсіл жарамайды. Енді үлкен бөлім бізде 25. 25-ті 5-ке бөліп көрейік. Егер 25-ті бөлсек 5-ке болады 5. Яғни екінші бөлшек үшін тоқтауыш көбейткіш 5 болады. Бірінші бөлшекте тоқтауыш көбейткіш жоқ. Себебі біз 25-тен ортақ бөлімге келтіріп отырмыз. Оны көшіріп жазамыз. 25-тен 2. Бөлшектің негізгі қасиетін қолданамыз. Алымында, бөлімінде 5-ке көбейтеміз. 5-ті 4-ке көбейтсек, болады 20. 5-ті 5-ке көбейтсек, 25. Мінеки екі бөлшекті де, бөлімдер әртүрлі екі бөлшекті біз бірдей бөлімге келтірдік. Тағы бір мысал қарастырайық. 12-ден 5 және 16-дан 7. Осы екі бөлшекті ортақ бөлімге келтіру керек. Ол үшін біз бөлімдерін қарастырамыз. 12 мен 16 өзара жай сан емес. Себебі 12-да 16-да 2-ге бөлінеді. 4-ке бөлінеді. 16 12-ге бөлінбейді. Екінші тәсіл бойынша. Яғни біз үшінші тәсілді қолданамыз. 12 менен 16-ның ең кіші ортақ еселігін іздейміз. Ең кіші жай санға бөлеміз, ол 2. 12-ні 2-ке бөлгенде 6, 16-ні 2-ке бөлгенде 8. Тағы да 2-ге бөлінеді, бөлейік. 6-ны 2-ке бөлгенде 3, 8-ді 2-ке бөлгенде 4. 3 пен 4, енді олар тек 1-ге бөлінеді. Себебі олар өзара жай сандар. Енді 12-ні 4-ке көбейтеміз, немесе 3-ті 16-ға көбейтеміз. Қалай көбейтсек бізде ортақ бөлім 48 болып шығады. Яғни 12 деген бөлімге тоқтауыш көбейткіш болады 4. Тоқтауыш көбейткіш 4. Ал 16 деген бөлімге тоқтауыш көбейткіш болады 3. Бөлшектің негізгі қасиетін қолданып, алымында бөлімінде біз осы тоқтауыш көбейткішке көбейтеміз. 48-ден 20 шығады. Екінші бөлшек 48-ден 21 шығады. Мінеки біз ортақ бөлімге келтірдік. Және 9-дан 4 және 7-ден 3 ортақ бөлімге келтірейік. 9 пен 7 олар өзара жай сандар болады. Себебі 9-ды қарастырсақ, 9 бөлінеді 1-ге, 3-ге, 9-ға. Ал 7 бөлінеді 1-ге және 7-ге. Қарап тұрсаңдар, бірден басқа ортақ бөлгіштер жоқ. Значит, 9 пенен 7 өзара жай сандар. Олар бір-біріне тоқтауыш көбейткіш болады. Бірінші бөлшек үшін тоқтауыш көбейткіш 7,
екінші бөлшекші тоқтағыш көбейткіш 4. Бөлшектің негізгі қасиетін қолданып, алымында бөлімінде осы тоқтағыш көбейткішке көбейтеміз. 7-ні көбейткенде 4-ке болады 28. 7-ні көбейткенде 9-ға болады 63. 3-ті көбейткенде 9-ға болады 27. 7-ні көбейткенде 9-ға болады 63. Мінеки біз 63 деген ортақ бөлімге келтірдік. Яғни бірінші бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру үшін біз мінеки мынау екінші тәсілді қолдандық, мынандай екінші тәсіл. Яғни мынау бөлшектер менен мынау бөлшектер бізде бірдей тәсілменен ортақ бөлімге келтірілген. Қандай? Үлкен бөлімді біз бөліп отырмыз кіші бөлімге. 12-ні 4-ке. Мына жерде де 25-ті 5-ке бөліп отырмыз. Екінші қарастырған мысалда мына жерде 12 да 16 бізде өзара жай сан емес. 16-ға 16 бөлінбейді 12-ге. Сол себепті біз мынау үшінші тәсілді қолданып отырмыз. Не істеп отырмыз? Ең кіші ортақ еселікті іздеп отырмыз. Мына мысалда да, мына мысалдарда біз ең кіші ортақ еселікті іздедік. Және үшінші мысалды қарастырсақ, бізде өзара жай сандар. Яғни осы мысалыменен мына бірінші бағанда қарастырған мынау мысал бірдей тәсілменен табылған. Егер олар өзара жай сан болса, онда мына бөлімдері бір-біріне толықтауыш көбейткіш болады. Мына жерде. Мына жерде дәл солай. 7 толықтауыш көбейткіш бірінші бөлшек үшін, 9 толықтауыш көбейткіш екінші бөлшек үшін болды. Ал енді мына жердегі тапсырмаларды орындап көр. Жай бөлшектерді ортақ бөлімге қалай келтіреміз? Яғни бұл жай бөлшектер жұбын ортақ бөлімге келтіру үшін қай тәсілді қолданамыз? Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.